Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте нәзік әрі жұмсақ болып шығатын миксерді талап етпейтін кекстің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды жағып аламыз. Содан соң жұмыртқамызды жақсылап біркелкі түске енгенше араластырамыз. Бұл жерде ешқандай миксердің қажеті жоқ. Жұмыртқамыз біркелкі түске енгеннен соң үстіне шекерімізді саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Әбден араласып болғаннан соң жылы сүтімізді құямыз. Содан соң сұйық майымызды қосамыз. Барлық қоспамыз әбден араласқанша жақсылап осылай араластырып отырамыз. Содан соң ұнымызды салып, ұнымыздың үстіне қамыр қопсытқышымызды қосамыз. Енді барлық қоспаны жақсылап араластырамыз. Біздің тестамыз дайын болды. Дайын болған тестамызды арнайы формаға саламыз. Формаға салып болғаннан соң алдын ала қызып тұрған печкіде 180 градуста 30-35 минут пісіретін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің кекс дайын болды. Өзі сондай жұмсақ, нәзік, дәмі де өте керемет шығады. Қарапайым ингредиенттерден дайындалады. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.